Өзің менен өлшеусіз нарқым менің, асқар тау арқа тұтар алтын белім. Ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің айналайын халқым менің. Өлшеулі ар намыспен нарқымыздың, қорғаны адамдық пен салтымыздың. Армысыздар аяулы ұстаздарым, сенері сендерсіңдер халқымыздың. Добрый день, дорогие друзья, гости, родители, учителя. Весенний ветер веет всей свободней, и радостно, и грустно нам слегка. Торжественно мы собрались сегодня на празднике последнего звонка. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, ата-аналар, қонақтар, ұстаздар. Міне тағы да бір оқу жылы артта қалды. Бірнеше минуттардан соң 2020-2021 оқу жылының аяқталғандығын хабардар ететін белгі соңғы қоңырау соғылмақшы. Бүкіл елді шарпыған індеттің кесірінен бұл оқу жылында қашықтықтан білім алуға мәжбүр болдық. Жаңа режимде жұмыс істеу педагогтер үшін де, балалар үшін де оңай шаруа емес. Біраз күш қуатты талап ететін зор міндет. Бұл отандық білім беру жүйесі үшін үлкен сын екені рас. Ата-аналар, педагогтер мен оқушылардың бірлескен күш-жігеріміздің арқасында осы кезеңді абыроймен еңсере алатындығымызға шын жүректен сенімдімін. Здравствуйте, уважаемые педагоги, родители, ученики. Эта торжественная линейка посвящена знаменательному событию в жизни каждого ученика нашей школы. Сегодня для учеников прозвучит последний звонок в этом учебном 2020-2021 году. Разразившая пандемия стала серьезным вызовом для системы образования всего мира. Конечно, в условиях пандемии в школах происходили определенные изменения. Благодаря взаимному позитивному настрою и ответственности мы верим, что все трудности скоро закончатся, и мы вернемся в родные классы. Осы оқу жылының өзінде әрқайсымыздың оқушылық өмірімізде талай-талай бақытты кезеңдер мен қиындық туғызған жағдайлар өтті. Оның бәрін келесі оқу жылында сағына еске түсірерміз. Учебный год – это упорный учебный труд. Это спортивные игры и предметные олимпиады. Это интеллектуальные турниры, туристические походы. Өмірде өлшенбейтін іс, балаға берген білімің, мейірімің, қамқор пейілің. Ол болашақ. Болашақтың бүр жарған сабағына құйған білім нәрің мәңгілік. Осынау мәңгілік борышты ауырсынбай, аянбай, өзінің адамгершілік парызым, қала берді аналық қамқорлығым деп түсінген мектеп басшысы Иманбекова Ләйла Мұқатай қызына сөз кезегі беріледі. Құрметті ата-аналар, әріптестер, оқушылар, қиындығы мен қызығы мол тағы да бір оқу жылы артта қалды. Алда жайдары, жарқын жаз, көңілді демалыс уақыты келді. Баршаңыз оқу жылының аяқталуы мен соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Қиындығы дегеніміз дүниежүзіне кеңінен тараған пандемия бүкіл әлемнің білім беру жүйесі үшін ауыр сынақ болды. Балалардың мектеп қабырғасына дәстүрлі форматта білім алуға мүмкіндік болмай, қашықтықтан оқуға көшіп, адамзат мынандай жаһандық проблема алғаш рет бетпе-бет кездесті. Қазақстанда да ковидтің тарауына байланысты қысқа мерзім ішінде қашықтықтан оқу форматына көшуге тура келіп, кемшіліктер болмады емес болды. Соған қарамастан педагогтар мен оқушылардың белсенді жұмыс нәтижесінде 2020-2021 оқу жылын нәтижелі аяқтаудамыз. 158 оқу озаты, 2 алтын белгі, 1 үздік аттестат үміткері. Мектебіміздің 47 оқушысы облыстық қалалық олимпиадаларға қатысып жеңімпаз болды. 11 сынып оқушысы Калмогорова София халықаралық экологиялық жобаға қатысып 1-2 орынға иеленсе, 3 оқушымыз Алматы қаласы спорт және туризм академиясының грантын ұтып алды. Елімізде жас ұрпақ тәрбиесіне, білім беру ісіне ерекше назар аударып, сіздердің сапалы білім алып үздік үлкен азамат болуларыңызға барша жағдай жасалып отыр. Биылғы соңғы қоңырау мерекесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдық қарсаңында өтіп отыр. Еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан қай кезде терең білім алу жолында жалықпай, талмай ізденіп, ел тізгінін ұстайтын азамат болуларыңызға шын жүректен тілектеспіз. Уважаемые педагоги, родители, ученики, от всей души поздравляем вас с праздником последнего звонка. Прошел еще один трудный, но в то же время интересный по-своему учебный год. Пандемия, которая охватила весь мир, заставила нас учиться онлайн.
заставила скучать по общению с друзьями, ходить в школу, ходить в кино. Но несмотря на это, этот год проделали большую работу по изучению предметов, участвовали в олимпиадах, научных проектах, конкурсах. И поэтому мы можем с гордостью сказать, что этот год прошел интересно. Дорогие ребята, вы знаете, что в этом году мы отмечаем 30-летие независимости Казахстана. И мы считаем, именно вы будущее этого независимого Казахстана. Поэтому желаем вам успехов в учебе, крепкого здоровья во всех начинаниях. И желаем, чтобы вы хорошо отдохнули и с новыми силами вернулись в школу. Спасибо за внимание. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, сіздер үлкен өмірге қанат қағып барасыздар. Қанаттарыңыз талмасын, биіктерге самғаңыздар. Жоғары оқу орнына оқуға түсіп, абыроймен бітірулеріңізге тілектеспіз. Таңдаған мамандықтарыңызда мықты маманды кәсіпқой болыңыздар. Мектеп өмірі артта қалды. Алдарыңызда күтіп тұрған жаңа өмірдің баспалдағынан сүрінбей өтіңіздер. Аяқтап бүгін мектепті, тебірендің толғамдың, болашағың жарқын боп, сәт сапар болсын жолдарың. В жизнь 11 класс провожаем мы сейчас и даем вам на прощание первоклассный наш наказ. В этих стенах вы успели очень многое узнать. Мы желаем вам ответить все экзамены на 5. Пусть вы нас не замечали с 2-метровой высоты, и щелчки мы получали, и летели мы в кусты. Я на вас не обижаюсь, хоть сейчас я не велик. Подрасту и тоже буду называться выпускник. Мы и вы закончили учение, нам гулять, у вас экзаменов пора. Пожелайте нам хороших развлечений, ну а мы желаем вам ни пуха, ни пера. На последний ваш урок прозвени сейчас звонок. Вам желает 1 класс в добрый путь и в добрый час. Қымбатты мектеп бітіруші түлектер, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге мықты денсаулық, сәтті сапар, мерейлі мақсат тілейміз. Алла расуларыңыз көп болсын. Қыран болып ұшыңыздар. Кемелдің маман болыңыздар, әрқашан сәтті жол болсын, сапарларыңыз оң болсын. На линейку к вам пришли мы, чтобы вас приободрить, старшеклассников родимых, в путь дорогу проводить. Когда-то вы были, как мы, малыши, сейчас вы как дяди и тети. Когда-то дразнили вас карандаши, сегодня у всех вы в почете. Сегодня вам все говорят комплименты, сегодня все дарят вам аплодисменты. Вас все поздравляют с последним звонком, как хорошо быть выпускником. Дома вам теперь за двойку не грозит головомойка, и не будете в тоске, вы теперь плестись к доске. По школьным часам вы уже старички, 11 окончили класс, а мы в школьной жизни еще новички, но скоро догоним и вас. Мы тоже изучим все предметы, у всех задачек узнаем ответы. В надежных руках будет школа родная, вы можете смело по жизни идти. Попутного ветра мы вам пожелаем, здоровья, успехов, удачи в пути. Пусть будут прямыми все ваши дороги, всегда вспоминайте свой первый урок и школьных друзей, и своих педагогов, и этот последний прощальный звонок. Құрметті ұстаздар, оқушылар, түлектер, бүгін бізге түлектерге маңызды күн. Мектеппен қоштасып жаңа үлкен өмірге қадам баспақпыз. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған едік. Бүгін міне 11 жылдың қалай зулап өткенін байқамай да қалдым. Өміріміздегі ең қызықты сәттер артта қалуда. Шынайы достық, алғашқы жетістіктер, көңілді өткен уақыт. Қымбатты мектеп ұжымы және аяулы ұстаздар. 11 жыл бойы білім нәрін сусындатып, тәрбие беріп, үлкен өмірге дайындағандарыңыз үшін шексіз алғыс. Елімізді асқақтататын азамат болып, сіздердің сенімдеріңізді, үміттеріңізді ақтаймыз деп сенеміз. До свидания, школа! Вместе с нами ты переживала все наши радости и победы, печали и поражения.
Спасибо вам, учителя, за тот огромный багаж знаний, который вы нам дали, за то, что научили нас добру и дружбе. Нам очень грустно расставаться после стольких лет, проведенных вместе. Но мы верим, что всего добьемся и надеемся, что вы будете нами гордиться. Сөзінен биік ұшып самғаймыз бір өзі
Жазғы демалысты жақсы өткізіп, келесі 2021-2022 оқу жылында амандықпен жолыққанша сау болыңыздар. До встречи в новом 2021-2022 учебном году.